Саламатсыздар оқушылар. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы металдың майысуы, кесілуі, созылуы және бұралуы. Бұл сабақта алдында түсіндірме үшін бірінші жеке тоқталып өтеміз. Металл дегеніміз не? Кім біледі? Қатты, созым. Қандай концепт болады? Созылады, сынады, майысады, балқиды. Сол қасиеттеріне байланысты бүгін сол тақырып бойынша металлды өтеміз. Металлды бірінші майыстыру үшін не істейді? Қандай жолдар бар? Қыздырып майыстырады, созым. Ұрып майыстырады, созым. Сығып майыстырады. Енді кесудің қандай жолдар бар? Балғарымен кесу, сваркамен кесу, зубиламен кесу. Темір кесетін арамен кесуге болады. Өзінің арнайы кесетін стандарттары бар. Олар гильотин. Солар. Енді бұрау. Қандай түрлері бар? Бұрау металл. Қалай бұрайды да? Қыздырып бұрауға болады, созым. Сығып бұрауға болады, созым. Созып бұрауға болады. Мысалы, мынау металл. Осының ортасына 90 градус бұрышпен олай мына жерде бұлай майыстыру керек. Мынау майыстырған кезде мына жері неге ұшырайды? Мынау жаңағы металл 90 градусқа бұрылады. Созылады. Мына жерде не болады мына жерде? Созылады. Кезая созылады. Мысалы, мына созақ қалай? Артқа қарай мәселесі не болады? Сынады. Сынбау үшін мына жер именно осы жаңағы бұрылатын жері осы металл болмайды. Мына жер деформацияға ұшырайды. Деформация. Тіке тұрған кезде қалпы бөлек болады, майысқан кезде мына жерде именно осы майысқан жері бөлек болады. Мына жерде уже ішіндегі анау металл құрамы бар ма? Уже қысылып сығып қалады. Келесі, бұраған кезде дәл осы металл болады. Мысалы, барлығында үйде балок бар, қақпа. Сол қақпаның сыртына ана нелермен, пункттармен әшекейлейді, айналдыра бүйтіп. Сол кезде мына басынан қысады, мына басынан қысады. Бір жағы қозғалмайды, екінші жағы қозғалатын болады. Бұл бүйтіп айналдырған кезде бұл не істейді? Ашылып жабылады. Бұралады. Айлана. Сығылады ғой. Майысы. Сығылады. Осы сығылған кезде осы аралығында жаңағы деформацияға ұшырайды. Түсіндің бе? Мыналар жоғалады ғой уже. Біздің жаңағы алған металл уже андай үйрен болды. Енді кесу. Металлдың ең ішіндегі оңай жаңағы сайтының ең бірі ол кесу. Кескенде бір шетінен немесе екі шетінен қысуға болады металлды. Дұрыс па? Ауа бүйтіп бос тастап кесе алмайсыз ешқашан. Дұрыс қой? Кескен жерін жаңағы өзінің мысалы өлшеген жерінен кесіп кетеді. Болмаса былай көлеммен кесіп қалады. Металлға тұрған несіне байланысты. Егер екі жағынан немесе бір жағынан қысып қоятын болса, ол Жүзі кесіп. ортасынан кеседі. Енді созылу. Қандай түрлері бар созылудың? Немен созады? Қыздырып созады. Қыздырған кезде ол арнайы кішкене жермен созатын болса ғана қыздырады. Мысалы, мына жер созу керек болса, осы жер ғана қыздырады да, екі жағынан тартады. Арнайы өзінің. Жалпы созу үшін
Қатты салмақпен қатты күшпен тартылады ғой жақта. Өзінің не аппараттары болады ғой. Бағасына анау Қыздар болған мысалы ұзын темір болады металда. Оны ақ жерге орнатасың, сосын ойланды. өзінің арнайы аппараты болады ғой. Не істейді ол аппарат? Қайтып созады. Мақұлда аппараты мақұл. Бұл аппарат дейді. Осын жаңағы металдан тастап қойдың, созады. Екі жақтан. Екі жақтан қысатын нелері болады, типа тоқыр бейсі. Мақұл, сендердің айтып ойынша міне екі жағынан қысып, қарт дұрыс па? Ол сенімсіздер ме барлық жерде бірдей созылатынына? Өйткені ол аппарат қой. Жоқ, сен қателесің. Екі жағынан ұстадың, создың. Шынбай салған жерді созасың, арғы шеттен созылады ғой. Ортасы болады. Үйген не болсын фракция салып. Біздің зауытта бұл жерде осының дәл осының жаңағы солардың несі бар. Мынандай. Білесің бе? Мына металда, мынау жаңағы екі құрылымның арасында түзеді. Соңында бұл былай қарай уже жіңішкере бастайды. Ол жіңішкерген сайын созылады. Дұрыс па? Бұның жаңағыдай бірнеше кедергі өткізеді. Мысалы, жаңағыдай қалыңдығы 4 мм дейді. Осыны бір қалыпты өзінің сол миллиметрге жеткізгенше мынау миллиметр азаяды. Қалыңдығы жұқарады. Мына өткен сайын. А бұны біреуі жаңағыдай бұл сияқты біреуі сол күйінде тұрады, екіншісі жылжымалы болады. Азайтып көбейтіп, түсіндіңдер ме? Так, енді осыны мына алда бес сантиметр бойынша Үші бар ғой. Ол таныстың Жазыласың ба? Sen ağzını üstüne koydun. Сол хеміз ғой. Biraz kesilmez mi?
Бол. жаңағыны айтқан кесу мына жаққа жаңағы үлкен мынау 6 метрлер 12 метрлер бюст қояды ғой мына дөңгелек алып келеді мына жерде өзінің несі бар жоқ түсіндірмейді өзінің өлшемін қойып береді ғой мына майда темірлер басып ұстап тұрады дөбесін басып ұстап тұрады жаңа бір жерді қысап қойдық қой сөйтіп мына пышақ кеседі бұл Кесетін жері бар екен. бұлар өзі кеседі олар ұстайды анау кеседі түсіндіңдер ма жаңағы егер былайынан кіші болатын болса айыстыға болады ортасынан өтеді өзі болса арасында жаңағы ары қарай өтеді майыстырып түсіндіңдер ма жаңағы біз суретте көрсеткен осы айналып міне қыстырасын иә сосын міне мынаның міне қандай тас 저 던져도 가자요. алмаз 아, осымен жаңағы мына жерде екі жарым қыстырған металдар қонасын түсіндіңдер ма мынау ара маған кім айтты мен айттым. иә арамен кесуге болады осы арқылы жаңағы металл десең ма не? ағашын жоқ деп металл кеседі ғой Қолы ма не? ұстап қойшы мынау ұштарды иә кесе алады ма мынау не ағай мынау? бұл жаңағы алмаздың тасы Вижу. жалпы бүгінгі сабақ түсінікті ғой міне қандай сұрақтар бар бұл қай жердің нені түсінбеді Бұл сабақтардың бәрі шпазбен істемей. егер жаңағы металл біздің қолданатын металлымыз үлкен көлемде болатын болса үлкен жаңағы мына жақта зауытта көрсеткен биофиналға ол үш фаза бар оны тоқты көп қажет етеді себебі арасындағы металлымыз қалың ол оңай емес сығу соғу жаңағы кесу керек ал қалғандары жаңағы болгарка нелері бар ол жиналып қатты істейді жалпы түсінікті ғой так үйге әркім өзі бір металл аласыздар соны сол бір металлды кесіп созып майыстырып көресіздер үйде келесі сабаққа алып келесіздер түсінікті ма жақсы рахмет